biz Құран үйрену арқылы ақыретімізге дейін сансыз сауаптар келіп тұратын ақыреттік ілімді үйренген боламыз. Яғни ең басында Құранды үйренген уақытта көптеген қиындықтар болуы мүмкін, оқи алмауымыз мүмкін, тіліңіз келмеуі мүмкін деген сияқты қиындықтар болуы мүмкін. Бірақтай ол сіздің ақыретіңізге дейін жететін сауаптар болғандықтан, және де әрбір нәрсені үйренгенде адамда басында қиындықтар болады, оны үйреніп кеткенше. Сол секілді Құран үйренген уақытта да шәкірттер қиналуы мүмкін. Және де оған байланысты біздің Құранды ежіктеп оқығандарға да 2 есе сауап жазылатындығы туралы айтылып кеткен. Және Құранды толық жаттаған адамның өзі ең басында осындай баспалдақтардан өтеді. Яғни ол да басында Құранды ежіктеп оқып бастауы мүмкін. Одан кейін жайлап барып, Құранды жақсы деңгейде, қатесіз деңгейде оқи алатын дәрежеге жетеді. Сол себепті сізде ең бірінші Құранды оқып бастағанда кішкене қиындықтар болуы мүмкін, бірақ оған қарамастан үздіксіз оқуды үзбестен жалғастырсаңыз, Аллах тағала сізге бір жеңілдігін беріп қояды. Аллах тағаланың алдындағы ең ұнамды амал ол аз да болса үздіксіз жасалған амал. Сондықтан да осы нәрсені Құран үйрену жолында да енгізу қажет. Яғни аз-аздан жайлап өміріңізге енгізесіз. Және қазір 3 күнде Құранға түсіру, 1 аптада Құранға түсіру деген сияқты нәрселер айтылып жатыр. Бірақ бұл адамның қабілетіне байланысты болатын нәрсе. Біреу Құран үйренуді 1 айда үйрену мүмкін, біреу 1 аптада үйрену мүмкін. Бұл сіздің қабілетіңізге байланысты нәрсе. Сондықтан да сіз жайлап үйренсеңіз де, немесе бірден тез ілесіп алып кетсеңіз де, оның астарында бір хикмет бар деген сөз. Әйел кісілерге лайфхак. Әйел кісілер үнемі үй шаруасында болғандықтан, тамақ істеп жүретіндіктен, ол кісілерге тамақ істеп жатқанда үнемі Құрайш сүресін оқу, яғни Құрандағы Құрайш сүресін оқу. Яғни бұл сүредегі «Әлләзи ат'амахум мин жу'i ва аманахум мин хауф» деген аяты, яғни оларды қорқыныштан сақтайды, және Аллах тағала оларды аштықтан ризықтандырады деген аят. Яғни осы Құрайш сүресіне байланысты, осы Құрайш сүресін оқыған кезде тамақ істеп жүріп оқысаңыз, яғни сіздің тамағыңыз берекеленеді. Және де сонымен қатар басқа да Құран аяттарын оқып жүріп, салауат айтып жүріп, тамақ істейтін болсаңыз, ол тамақ сіздің отбасыңызға шипа болады.